TikTok ғұламалары деген тақырыпты қойып қойдым. TikTok ғұламалары деген. Енді мынау TikToktағы псевдоуағызшылар, псевдопәтуашылар, псевдоғұламалар толып жатыр, оны барлықтарыңыз білесіз. Мынау прямой эфир дегенді ашып қояды да, не істейді? Ешқандай бір негізсіз өздерінің пәтуасын беріп отырады. Енді адамдар оны тыңдамай қоймай, не істейді? Оған сұрағын қояды ғой өзіне. Мынау дәретте мынандай кетіп еді, мен қалай істесем болады дейді. Анау да ұялмай соған жауап берейді, қарасаңыздаршы. Ешқандай білімі жоқ, бірақ жауап береді да соған. Енді сол осы жағдайға жалпы мынау бір хадис келетін секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Мынау пайғамбарымыз айтады, ертең бір заман болады дейді. Сол кезде мынау надан адамдар басшылықта отырады дейді. Және де олар өздері адасып қоймай, мынау өзгелерді де адастырады дейді. Осы хадис мынау қазірге жақсы келетін секілді. Мынау прямойда отыратындар өздерінше уағызшы болып, өздерінше мынау пәтуа беруші болып, ешқандай негізсіз. Олар сол басшылар секілді. Ал мынау халық не солардан сұрайды, мынау жағдай қалай, мынау қалай болады деген секілді. Және де олардың берген жауаптары адамның нәпсісіне жағады. Өйткені мынау білікті имамдардан сұрайтын болса, ол жоқ дейтінін біледі. Ал мынау не дейді? Я дейді. Демек, мынау TikToktағы әдемі киініп отырғандардың бәрі не? Имам емес. Әдемі сөйлегеннің бәрі уағызшы емес. Мынау нәпсіге жағатын жауапты беретін адамның бәрі не? Пәтуашы емес. Осы нәрсені біз ескеріп алуымыз керек екен, құрметті жамағат. Енді бұл тақырыптан мынау келесі нәрсе шығады да. Мынау бір қынжылтатын нәрсе бар екен. Қынжылтатыны. Неге біз дінге келген кезде өте салғырт қараймыз? Неге бұл? Дін деген адамға қарай иілмейді. Түсінікті ма? Дін деген адамға иілмейді. Керісінше адам дінге қарай иіледі. Енді көпшілік адамдар, енді уағыз шығарамыз ғой. Әлеуметтік желіге уағыз шығарамыз. Айтатыны барлығы харам дейсіңдер дейді. Енді мынау айналаның барлығы харам болып жатса, біз харам болып тұрған нәрсені қалай халал дейміз? Проблема ол кезде. Енді біздің былай қарап қалсаң харам, былай қарап қалсаң харам. Магазинге кірсең, ана нәрсе харам мысалға. Енді имамдар нанды харам деп жатқан жоқ. Кока-кола ішіп жатсың, кока-коланы харам деп жатқан жоқ. Бірақ та мынау адамның денсаулығына зиян беретін нәрсені ғана айтып жатыр ғой. Бірақ та соның өзінде халық разы емес. Халық соған разы емес. Бірақ та бұл кім үшін екен? Айналып келгенде осы халық ертеңгі қиямет күні қиналмасынышы. Халық қиямет күні қиналмасынышы деген ниетпен айтылып жатқан нәрсе, құрметті жамағат.